Ассалаумағалейкум, қадірменді Конфес Теміртау парақшасының оқырмандары. Сіздермен бірге кезекті дәрісімізді бастаймыз. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз бұл зайырлы мемлекеттегі діннің рөлі. Жалпы қоғамда бақылап отырмыз, көптеген адамдар зайырлы мемлекет ұғымына аса түсіне бермейді екен. Кейбір адамдар бұл зайырлы мемлекет дегенді дінге басымдық беретін, оның ішінде халық көп ұстанатын діннің жоғарғы рөлде болу керек деп түсінеді. Немесе кейбір адамдар зайырлы мемлекет түбегейлі дінді жоққа шығаратын атеистік мемлекет деп ұғынады екен. Жалпы зайырлы мемлекет деген не? Бірінші осыған тоқталатын болсақ. Зайырлы мемлекет дегеніміз бұл діни институттар мен мемлекеттік басқару органдарының бір-бірінен бөлек қызмет етуі. Яғни дін мемлекеттің ішкі ісіне, мемлекеттің шаруасына, оның құрылымдарына, заңына, білім беру жүйесіне араласа алмайды тікелей. Сондай-ақ мемлекет діни органдардың жұмысын бақылағанымен оларға шектеу қою, қандай да бір қысым көрсету әрекеттерін жасамайды. Бұл шектеу шаралары тек бір ғана кезеңде қолданылады, егер діни ұйым мемлекеттің қауіпсіздігіне нұқсан келтіретін болса және қоғамның тыныштығына залал тигізетін болса. Сонымен қатар, зайырлы мемлекет барлық дінді мойындайды, өз азаматтарының қандай да бір діни сенімде болуына, немесе дінді мүлдем сенбеуіне құрметпен қарайды. Сондай-ақ адамдардың діни наным сенім бостандықтарын қамтамасыз етеді. Діни наным сенім бостандығы дегеніміз не? Қазақстанда бүгінгі таңда 20 миллионға жуық адам тұрады. Бұл 20 миллион адамның ішінде мұсылманы да, христианы да, будда дінін ұстанатын да, немесе басқа да түрлі діни ағымдардың жетегінде жүрген азаматтар бар. Бұлардың барлығының діни сенім бостандығы мемлекет заңымен қорғалған. Тек бұл азаматтардың қойылатын жалғыз ғана талап бар. Бұл Қазақстан Республикасының дін туралы заңына бағыну, діни бірлестік ретінде жұмыс істеу және қоғамның тыныштығын бұзатын, елдің ішіне іріткі салатын әрекеттерден бас тарту. Жалпы зайырлылықтың мәні дегеніміз не? Бұл осы сұрақтың жауабы деп айтып өтуімізге болады. Екінші бір мәселе бар, бұл діннің қоғамдағы рөлі қандай деген. Енді мемлекет дін ісіне араласпағанымен зайырлы мемлекет, бірақ дін қоғамнан бөлініп кете алмайды ғой. Себебі адам жүрегінде қандай да бір сенім болмаса, бұл адамның шынайы бақытты өмір сүруі қиын шаруа. Бұл көп жағдайда психологиялық мәселе деп келуге болады. Сондай-ақ көптеген ұлттың, тіпті өзіміздің қазақ халқының да ұлттық салт дәстүр санасы, бала өмірге келгенде оған азан шақырып ат қою, адамның дүниеден қайтқанда асын беру, жаназасын шығару, бұл шаралардың барлығы көп жағдайда дінмен қабаттасып, дінмен үйлестіріле отырып дамыған. Сондықтан да дінді қоғамнан түбегейлі сызып тастай алмаймыз. Сондықтан да зайырлы мемлекетте дін қоғамның негізгі рухани және мәдени өзегі болып саналады. Дін адамдарға моральдық құндылықтарды, рухани тыныштықты, өмірдің мәнін түсінуге көмектеседі. Сонымен қатар түрлі қайырымдылық іс-шараларын өткізуге, бауырмалдық пен құрметке, достыққа шақырады. Өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда түрлі тарихи себептерге байланысты көптеген ұлт пен ұлыстың өкілдері тұрады. 91 жылы мемлекетіміз тәуелсіздік алған кезде еліміздің ата заңында ел азаматтарының барлығы тең құқылы деп жарияланды және олардың бостандықтары мен құқықтарына кепілдік берілді. Сондай-ақ ата заңымыз бірінші бабында Қазақстанның зайырлы мемлекет екенін атап көрсетілді. Бұл дегеніміз елде қандай да бір дінге немесе діни конфессияға, ұйымдарға басымдық берілмейді. Қазақстан аумағында тұратын Қазақстан Республикасының кез келген азаматы өзі қалаған дінді ұстануына немесе мүлдем дінді ұстанбауына болады. Бұл адамның өзінің таңдауы және құқығы. Осы жерде екінші бір мәселе туындайды. Бұл діни ғұрыптарды мемлекеттік мекемелерде, мемлекетке тиесілі мекемелерде орындау мәселесі. Бұл жерде діннің талап емес,
бірінші кезекте мемлекеттің заңы және сол мекеменің ішкі тәртіп ережесі қабылданады. Себебі Қазақстан зайырлы мемлекет. Біз діни мемлекет емеспіз. Діннің талабы мемлекеттің ісіне араласа алмайды. Ал қандай да бір мәселелер бұл мемлекеттің ішкі заңымен реттеліп отыруы тиіс. Қорыта айтатын болсақ, зайырлы мемлекетте діннің рөлі қоғамның мәдени, рухани деңгейінде, ал саяси деңгейге шығуға Қазақстан Республикасының заңнамасы тыйым салынған. Яғни біздің заң бойынша діни бағыттағы партия құруға, дінді саясатқа айналдыруға, сайлау барысында үгіт насихат науқанын ұйымдастыруға түбегейлі тыйым салынады. Сонымен қатар Қазақстан әлемдегі көп ұлтты және конфессия аралық татулық пен келісімді берік сақтап отырған мемлекеттердің бірі саналады. Бұл бағытта Қазақстан көптеген елдерге үлгі болады деп айтуымызға болады. Мәселен, Астана қаласында өтіп тұратын бүкіл әлемдік діндердің съезін алып қарасақ та болады. Басқа мемлекеттерде бір-бірімен соғысып, жүз көрместей болып жүрген әртүрлі конфессияның өкілдері бір үстелдің басында жиналып, ортақ мәселе адамзат игілігі жөнінде пікірталас өткізіп, ортақ келісімдерге, ымыраға келетін диалог алаңы осы өзіміздің Қазақстанда орналасқан. Жалпы дін, кез келген діннің басты мақсаты бұл адамдарды бауырмалдылыққа, достық пен татулыққа шақыру. Ал жаулыққа, өзгені жек көріп, басқаға қарсы шығуға үндейтін бұл дін еш уақытта шынайы дін болып санала алмайды. Көп жағдайда мұны деструктивті ағымдар дінді өз мақсатына пайдаланып, қоғамның ішіне іріткі салу, мемлекетті азамат соғысына дейін апару жолында қолданып жатады. Сондықтан да қандай уағыз естіп жүрсіз, кімді тыңдап жүрсіз, және сіз тыңдап сеніп жүрген адамдар қайда шақырып жүр? Осы мәселені ой елегінен өткізіп, кез келген ақпаратты сыни пайымнан өткізіп отыруды ұмытпаңыздар. Келесі эфирде кездескенше қош аманда болайық.